Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Алматы облысы Панфил ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Касенова Айгүл Тұракановна. Сендермен математика пәнінің 8-ші аптаның 3-ші сабағын бастаймын. Сабақты дұрыс немесе бұрыс жауапты таңда әдісі бойынша бастаймын. Bir нәрсені бөліктерге бөлсе, бұл бөліктер үлес деп аталады. Бөлшек сызығы бөлу таңбасын білдірмейді. Бөлшек сызының астында жазылған сан бөлімі деп аталады. Бөлшек сызығының үстінде жазылған сан алымы деп аталады. Ал енді балалар, тапсырмаларыңызды тексеріп көрейік. Егер тапсырмаларың осындай дұрыс болса, жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлшектерді оқу, жазу және салыстыру. Сабағымыздың мақсаты бөлшектерді оқисыңдар, жазасыңдар және салыстырасыңдар. Ал енді балалар, бірінші тапсырмаға көшейік. Ойлан, тап ойыны арқылы бірінші тапсырманы орындайық. Bir mezgil жылдың қандай бөлшегі? 6 ай bir жылдың қандай бөлшегі? Bir апта айдың қандай бөлшегі? Төмендегі дискриптор арқылы орындауға болады. Bir mezgilде неше ай бар екенін анықтаңдар және бөлшек түрінде жазасыңдар. 6 ай bir жылдың жартысы екенін анықтап, бөлшек түрінде жазасыңдар. Bir айда неше апта бар екенін анықтап алып, бөлшек түрінде жазасыңдар. Ал енді балалар, тапсырмаларың осындай дұрыс болған болса, жарайсыңдар. Енді балалар, шам тізбекті боя әдісі арқылы тексеріп көрейік. Егер тапсырмаларың дұрыс орындалған болса, бірінші шамды бояйсыңдар. Егер тапсырмаларда 1-2 қате кеткен болса, екінші шамды бояйсыңдар. Тапсырмаларында көп қате кеткен болса, үшінші шамды бояйсыңдар. Екінші тапсырманы орындап көрейік. Фигуралардың боялған бөліктерін бөлшек түрінде жазасыңдар. Фигуралардың боялмаған бөліктерін бөлшек түрінде жазыңдар. Төмендегі дискриптор арқылы орындаңдар. Фигуралардың боялған бөліктерін бөлшек түрінде жазасыңдар. Фигуралардың боялмаған түрін бөлшек түрінде жазасыңдар. Ал енді балалар, өзімізде тексеріп көрейік. Фигуралардың боялған бөліктері. Яғни бірінші фигура 2-тен 1 бөлігі боялған, екінші фигура 3-тен 2 бөлігі боялған, үшінші фигура 4-тен 3 бөлігі боялған, төртінші фигура 5-тен 4 бөлігі боялған, бесінші фигура 6-тан 4 бөлігі боялған. Тапсырмаларың осындай болды деп ойлаймын. Енді балалар, фигуралардың боялмаған бөліктерін тексеріп көрейік. Бірінші фигура 2-тен 1 бөлігі боялмаған. Екінші фигура 3-тен 1 бөлігі боялмаған. Үшінші фигура 4-тен 1 бөлігі боялмаған. Төртінші фигура 5-тен 1 бөлігі боялмаған. Бесінші фигура 6-тан 2 бөлігі боялмаған. Тапсырмаларын осындай дұрыс болды деп ойлаймын. Ал енді балалар, тапсырмаларыңды шам тізбекті боя әдісі арқылы тексеріп көріңдер. Енді балалар, үшінші тапсырманы орындап көрейік. Өрнектерді салыстырамыз. Төмендегі дискриптор арқылы орындаңдар. Бөлшектерді оқисыңдар, бөлшектерді жазасыңдар. Сонымен бірге бөлшектердің бөлімі бірде екені анықтап алып, алымын салыстырасыңдар. Ал енді балалар, тапсырмаларыңды шам тізбекті боя әдісі арқылы
тексеріп көріңдер. Енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс берейік. Яғни балалар, бүгінгі біздің мақсатымыз сәттерді оқу, жазу және салыстыру. Яғни бүгін біз сабақта жыл мезгілдері, ай, аптаның үлестерін білдік. Бөлшек сандарды оқуды үйрендік, бөлшек сандарды жазуды үйрендік, бөлшек сандардың алымы мен бөліміне қарай салыстыруды үйрендік. Енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша блок ағашы бойынша қай жерде тұрсын деп ойлайсың. Яғни белгілеп көріңдер. Үйге тапсырма. Оқулықтың 10-шы беттегі 5-ші есеп сандарды өсу ретімен орналастырасыңдар. Қазіргі бөлшекті жазу түрін алғаш қолданған ғалымның атын білетін боласыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.